шынтақ жілік сүйегі ос ульна. Сыртқы пішіні жағынан ұзын түтікті сүйектерге жататын болып табылады. Бұл сүйектің шынтақ жілік деп аталу себебі адамның шынтақ өсіндісі арқылы шынтақтап отыру немесе жату деген сөзінен алынған. Денесін ажыратамыз: корпус ульна және проксимальды эпифизі, эпифизис проксималис, және дистальды эпифизі, эпифизис дисталисті ажыратамыз. Корпус ульнаның үш қырын ажыратамыз: алдыңғы қыры марго антериор, артқы қыры марго постериор. Және дәл осы екі қырдың бізде медиальды бағытта бір-бірімен қосылу кезінде тағы да бір қырды ажыратамыз. Ол сүйекаралық қыр деп аталады: марго интероссус. Дәл осы сүйекаралық қыр бұл бізде кәрі жілік сүйегіне қарай бағытталған болып табылады. Дәл осыған сәйкес біз үш бетін ажыратамыз: алдыңғы беті фациис антериор деп аталады, артқы беті фациис постериор және медиальды беті фациис медиалис деп аталады. Алдыңғы беті фациис антериор ол бізде шамалы ойыстау келген болып саналады, және осы жерде біз форамен нутрициус деп аталатын қоректік өзекше тесігі орналасатын болып табылады. Сонымен қатар алдыңғы бетінің проксимальды бөлігінде денесімен бұл сүйектің проксимальды бөлігінің аралығында шынтақ жілік сүйегінің бұдыры тубероситис ульнаны айқын байқауымызға болады. Артқы беті бұл артқы қапталына қарай бағытталатын болып табылады. Мінекей. Ал медиальды беті ішкі қапталына қарап орналасқан. Проксимальды эпифизіне келетін болсақ, эпифизис проксималис жоғары қарай жарлеу және де өрлеме бағытта өтіп, бұл сүйектің шынтақ жілік өсіндісі алекранынды көруімізге болады. Шынтақ жілік өсіндісінің алдыңғы бетінде тоқпан жіліктің шығырымен беттесетін инцизура трахеарис атты тілікті байқауымызға болады. Одан төменірек алға қарай бағытталатын тәждік өсіндіні процессус короноидусты байқауымызға болады. Одан сәл төменірек және бүйір қапталында инцизура радиалис атты кәрі жіліктік тесікті тілікті байқауымызға болады. Дәл осы тілік арқылы кәрі жілік басының шеңбер бағытта орналасқан буындық бетімен байланысып, проксимальды кәрі жілік шынтақ жілік буыны түзілетін болып табылады. Дистальды эпифизіне келетін болсақ, эпифизис дисталис жұмырланып шынтақ жілік сүйегі басы капут ульнаны құрайтын болып табылады. Басының білезік сүйектермен беттесіп буын құрайтын буын беті тегіс және сәл ойыстау болып келсе, басының бүйір бетінде кәрі жіліктің шынтақ жіліктік тілігімен беттесіп буын құрайтын шеңбер бағытта орналасатын буын беті циркумференция артикуляристі ажыратамыз. Сонымен қатар шынтақ жіліктің басының ішкі қапталында төмен қарай бағытталған сепапсистік айқын көрінетін процессус стелиоидус деп аталатын біз тәрізді өсіндіні байқауымызға болады.